Lesson 10. Alternative and tag questions. Alternative questions or choice questions. Альтернативті сұрақтар немесе таңдау сұрақтары. О деген әлде немесе деп аударылады. Are you әсел or әсем? Сен әселсің бе, әлде әсемсің бе? I am әсем. Мен әсеммін. Is he a student or a teacher? Ол студент ба, әлде мұғалім ба? He is a student. Ол студент. Are they from Paris or Italy? Олар Парижден бе, әлде Италиядан ба? They are from Italy. Олар Италиядан. Tag questions. Бөлінетін сұрақтар. You are Kazakh, aren't you? Сен қазақсың, солай емес пе? Yes, I am. Иә. Бұл сұрақ екі бөліктен тұрады. You are Kazakh. Болымды негізгі сөйлем. Aren't you? Болымсыз сұраулы қысқаша сөйлем. Егер де бірінші сөйлем болымды болса, екіншісі болымсыз түрде болады. We are friendly, aren't we? Yes, we are. Біз досшылмыз, солай емес пе? Иә. They are smart, aren't they? Олар ақылды, солай емес пе? Yes, they are. Иә. It is a puppy, isn't it? Бұл күшік, солай емес пе? No, it isn't. Жоқ. It is a puppy, isn't it? Енді қараңыздар, бұл жерде it is, иә? Is деп тұр бас жағында. Ал енді екінші бөлігінде біз оны болымсызға айналдырамыз. Isn't деп. You are қазақта you are деп тұр. Екінші бөлігінде aren't you, яғни болымсызға айналдырдық, иә? Болымды болып тұр. Екінші бөлігінде болымсыз болып тұр. Are not, aren't. Біз алдында екінші, төртінші сабақтарда present simple of to be'ді үйренгендіктен біз білуіміз керек, қалай болымды, болымсыз сұраулы түрлері жасалатынын. Яғни бүгінгі сабақ сол тақырыпқа сай алынып тұр. To be етістігінен. She is 45, isn't she? Yes, she is. Ол 45-те, солай емес пе? Иә. I am your teacher, aren't I? Or am I not? Yes, you are. Мен сенің мұғалімімін, солай емес пе? Иә. Енді бұл жерде қараңыздар, бұл жерде кішкене басқаша болып тұр, иә? I am бірінші бөлігінде, екіншісінде aren't I деп тұр. Неге олай деп ойлайсыздар? Am I not деп те айтуға болады. Бірақ ағылшындықтар осы aren't I-ды қолданады. Бұл сол бір ерекшелігі. He's a doctor, isn't he? No, he isn't. Ол дәрігер, солай емес пе? Жоқ. Sarah is from Dubai, isn't she? Yes, she is. Сара Дубайдан, солай емес пе? Иә. Енді қараңыздар, бұл жерде бірінші бөлігінде Сара деп тұр. She деп тұрған жоқ, Сара деп тұр. Екінші бөлігінде she деп тұр. Неге олай? Енді қараңыздар, Сараны есімдікке айналдырғанда she болады ғой. Сондықтан сіздер мына жерде isn't Сара деп айтпайсыздар. Isn't she деп Сараны есімдікке айналдырып қоясыздар. John is your boss, isn't he? Yes, he is. Джон сенің бастығын, солай емес пе? Иә. Бұл жерде де Джон деген ер адамның аты. Сондықтан есімдікке айналдырғанда he болады. Spot is a puppy, isn't it? Yes, it is. Spot күшік, солай емес пе? Иә. Spotты біз күшікті есімдікке айналдырғанда ол it болады. Сондықтан isn't it дейміз. Rachel and Brett are your children, aren't they?
No, they aren't. Rachel мен Брэд сенің балаларың, солай емес пе? Жоқ. Бұл жерде Rachel and Brett деген екі адам болғандықтан есімдікке айналдырғанда they болады. Яғни олар. Are you tourists? Aren't you? Yes, we are. Сендер туристсіңдер, солай емес пе? Иә. Неге бұл жерде yes, we are деп тұр? Өйткені сендер туристсіңдер ме деп тұр, Сонда жауабы иә, біз туристпіз. Yes, we are. You aren't American, are you? Yes, we are. Сендер американдық емессіңдер, солай емес пе? Иә. Бірінші бөлімде негізгі сөйлем болымсыз түрде тұр. Ал екінші бөлігінде болымды түрде тұр. Бағана керісінше еді ғой, біріншісі болымды, екіншісі болымсыз. Ал енді бұл жерде бірінші негізгі сөйлем болымсыз, екіншісі болымды. It is not 10 o'clock, is it? Yes, it is. Сағат 10 емес, солай емес пе? Иә. I'm not a nurse, am I? Yes, you are. Мен медбике емеспін, солай емес пе? Иә. Lisa and Mark are not friends, are they? Yes, they are. Лиза мен Марк достар емес, солай емес пе? Иә. Бұл жерде шатасып қалмаңыздар. Бірінші негізгі сөйлем болымсыз болса, екінші бөлігі болымды болады.